Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Сабағымызды бастамас бұрын біздер психологиялық ахуал жасап, бір сабағымызды көңіл күйімізді көтеріп алайықшы. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы келер шақ. Өткен сабағымызда еске түсіріп жіберейік. Өткен сабағымызда етістігіміз не еді? Иә, ал етістік шақтарға бөлінеді дедік. Қандай шақтар? Келер шақ. Енді осы шақ өткен шақ бойынша мына жерде берілген тапсырмалар бар. Келіп үй тапсырмасын қайталап жіберейік. Ölümden çıkarışındayım. Еліме бақытсыздайым. Отан. Нұрсұлтан Ғалымбекұлының отан өлеңін жап-жаңа тыңдадық. Енді 22 шатудағы етістікті, келер шақты тауып аламыз, тауып оқимыз. Кәне, кім шығады? Амандық болса ағайын, бәрін де бірге көрерсің. Не істейін, сыйлайын деген, не істейін, шырнайын. Балалар, 23-ші жаттығуға қарайық. 23-ші жаттығуда берілген оқыш Абдул. Мен көмектесемін, сен көмектесесің, сіздер көмектесесіздер, олар көмектеседі. Балалар, осы жерде енді осы шақ дегеніміз не еді? Іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Ал енді мысалы деп берші. Мен телевизорда көріп отырмын. Тамаша. Тағы да, одан басқа телевизорыңыз. Мен кітапқа отырып жүрмін. Мен паркте жүрмін. Паркте жүрмін, иә? Тағы да. Кино театрда мен жазып жасадым. Осы шақта және өткен шаққа байланысты кім шығады? Дұрыс жауабын тексеріп дұрыс екен. Тамаша. Жалпы бүгін өтіп жатқан тақырыбымыз аты келер шақ, солай ма? Келер шақ дегеніміз белгілі бір іс-әрекеттің алдағы уақытта, болашақта болатын сөздерді білдіреді. Ал енді сол жерде не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтар беріледі. Бұл жерде қазір бірінші шақ пен екінші, үшінші шақты қойып, ұшқыш боламын деген сөздерді кім тіркеп айтып береді? Ал енді келер шаққа байланысты балалар, кәне орнымыздан тұрып сезім алайықшы, бір орнымыздан тұрып. Кәне түгел тұрамыз. Түгел тұрамыз. Жаттығуда өлеңге тиісті етістіктерді қойып, сосын толықтырып жаз дейді. Батыр боламын. Сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Тамаша. Осы 24 жаттығуда өзіміз орнымызда отырып, жылдамыздан көшіріп аламыз. Иманғали, келер шақтың жаңағы ережесін оқи қойшы. Келер шақ етістіктері іс-әрекеттің
алдағы уақытқа болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. 24-ші жаттығу болды. Болған болса, оқи қойшы, қазір. Құшаның ұшқыш болғар ағамын, соңына еріп Гагаринди ағаның батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Ал 25-ші жаттығуға қарай бос сөздер, торкөздерге сәйкес келетін есіттерді тауып жазамыз екен. Мын, міз деген сөздерге. Әр топтан бір бөлуден шықсын. Балалар, бері қарай. 26-ші жаттығуда не дейді? Берілген сәйкестерді кетеміз. Енді бұл жерде Мағжан ақылдасты. Ағаш өсті, иә? Сабақ басталған. Сосын біз естідік. Досы келді. Бұл 26-ші жаттығуда біздер үй жұмысын алады екенбіз. Үй жұмысын аламыз. Келер шақтың ережесін жаттап, келер шаққа байланысты 5 сөз жазып келеді екенбіз. Балалар, енді сабақ аяқталды. Мұнда берген карточкалар бар. Түсіндім, өздері білесіңдер ғой, иә? Түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім. Келіп, орындарыңызға келіп